Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай молочная девочка тортын жасаймыз. Қалдарыңыз қалай? Видео салмағалы біраз болды. Енді бүгін осы торттың жасалу жолымен бөлісемін. Каналға тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыз. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды ыдысқа салып, оған сгущенканы қосып, және жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мен үлкен порция жасайтын болдым. Почти 2 килограммдай шығатын. Сондықтан үлкен сгущенканың барлығын қостым. Рецепті толық астына жазып кетемін. Соған қарай сіздер кішілеуін жасайтын болсаңыздар, солай кішілеуін жасасаңыздар болады. Жарты құрамдағы жартысын қосып, осы кезге разрыхлитель және ванильный сахарды қостым. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Меніңше ең оңай торт осы молочная девочка сияқты, өйткені миксердің де қажеті жоқ. Барлығын араластырасыз, бөлме температурасындағы өлшеп саласыз дағыны. Жай құйып пісіріп ала бересіз. Ендігі жерде ұнымызды өлшеп салып алдым мен. Енді барлығын жақсылап осылай венчикпен араластырып, шашылып төгіліп жатқанға мән бермейміз, соңында жинап аламын. Жақсылап араластырып, осындай сұйық қаймақ сияқты тесто шығады. Венчигімді осылай тазалап алдым. Ендігі жерде тортымыздың көлеміне қарай мен форманы қойып, сол көлемде диаметрде сызып алдым қаламмен 2 қағазға. Бірақ сызғаннан кейін төңкеріп, сызылмаған бетіне қойып құйсаңыздар дұрыс болады екен. Мен ең біріншісінде солай қателесіп қалдым. Кішкене қаламның қаралары шет-шетінен шығып қалды, бірақ оларды алып тастадым кейіннен. Пешке салып пісіріп алған кезімді көрсетпедім. Ұзақ піспейді, өзі кішкене бір 5 минуттай, 4 минуттай ұстасаңыз, енді пешіңіздің ыстығына қарай. Мен 180-200 градуста 4-5 минуттай әр коржды пісіріп алдым. Және осылай әдеттегідей творожный сыр мен сливки және сахарный пудра араласқан креммен формаға осылай барлығын жинап шықтым торттың листтарына. Енді жан-жағынағы кесіп, турлаған коржды майдалап, оны бөлек қойып қойдым. Қазір жан-жағына жабыстырып шығамын, крем жақ болғаннан кейін. Осылай жақсылап кремнің барлығын арасына сіңдіріп, бетіне жан-жағына жағып, крошкаларды жан-жағына жабыстырып, бетін үйде черешня бардың, сол черешнямен әдемілеп украшение жасап тастадым. Туған күнге арнап жасаған болатынмын. Өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Толық рецепті астына жазып қалдырып кетемін. Сіздерге ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер.